Қайырлы күн, құрметті біздің оқырмандар. Асыға күткен мінекей бүгінгі кездесуімізге барлықтарыңыз қош келдіңіздер. Мінекей қарап отырсам, біздің Нұр-Сұлтан қаласынан 78-ші мектеп, 87-ші мектеп, 16-шы мектеп, одан кейін тағы да біздің оқырмандарымыз қатысып отыр екен. Және тағы бір айта кететін жайт, біздің Алматы облысы Сарқанд ауданының оқырмандары және біздің әріптестер қатысып отыр бүгінгі біздің осы кездесуге. Ал енді құрметті оқырмандар, әріптестер, тағы да қош келдіңіздер. Ораза ұстағандарыңызға ораза айы қабыл болсын. Тағы да бір айта кететін жайт, біз қазір Zoom платформасында отырмыз. Zoom-ның өзінің бір шектеулі уақыты біткен кезде өшіп қалады да, біз қайтадан қосыламыз. Сол кезде сіздер мына платформадан кетіп қалмаңыздар. Сіздерге өтініш. Ал енді айналайын құрметті Ақберен, қош келдің. Бүгінгі біздің сеніменен кездесуіміз ақын боламын деп ойламаған адам едім деп атадық. Осының ішінде барлық мағынасы, барлығы жатыр айтылып деймін. Енді біз өсіп келе жатқан ұрпақпен мақтанамыз. Биыл тәуелсіздігімізге 30 жыл. Сондықтан мен енді осы сеніменен сұхбатты біздің жас маман, келешегінен үміт күттіретін Жігер Нұрдәулет деген бауырыңа берем. Сол бауырың сеніменен тікелей сұхбат жүргізеді, Ақберен. Бәрекелді. Ал барымсыз аға. Даусыңыз естіп тұр. Мен өзіңіз дегенде екі өкпесін алып жататын өлең құмар бауырыңыздың біреумін. Сізді көргенімізге, сізбен сұхбат жасағанымызға бүгін үлкен қуаныштымыз, біз үшін үлкен құрмет деп есептейміз. Ал құрметті оқырмандар, құрметті әріптестер, бүгін бізбенен кездесуде Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, мемлекеттік дарын жастар сыйлығының және алтын қалам қоғамдық сыйлығының иегері, көлеңкелер күнбірі шексіздік сыртындағы шағын атты өлеңдер жинағының авторы және болмаған балалық шақ повесінің авторы ақын жазушы ағамыз Ақберен Елгезек. Қош келдіңіз аға. Жігер бауырым, бармысың, бармыз. Қош көрдік. Ең әуелі осындай бір кездесу ұйымдастырып, бізді елеп ескеріп шақырғандарыңызға көп рахмет. Мына қасиетті ораза айында жүздесіп отырмыз, дидарласып отырмыз. Ораза ұстаған барлық ағайынға ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, дұға тілектеріңіз періштенің құлағына шалынсын деп тілек айтамын. Керемет бір тамылжып тұрған көктемнің шуақты күні. Жалпы қалай көңіл күйлеріңіз бәрі жақсы шығар деп ойлаймын. Бір енді 80 минут әдем бір сұхбат құрайық. Не дейміз? Қош көрдік. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Алейкумассалам, жақсы рахмет аға. Ең әуелі рұқсат болса сізден сұхбатымызды бастамастан бұрын айтпасақ басымызға айып болар. Мынау барша әдебиет сүйер қауымға, есі қазақ халқына ең әуелі көңіл айтқымыз келеді. Жақындаған әдебиетіміздің үш алыбы сүйікті жазушымыз Қабдеш Жұмаділов, сүйікті ақынымыз Есенғали Раушанов, Жәркен Бөдеш ағаларымыз бірін соңынан бір аттанып кете барды. Алып бәйтерегіміз құлап, айдалада панасыз қалған балапандай күй кештік. Енді мынау тіріде қадірлеріне жете қоймасақ та, тым болмаса артында қалған мол қазынасын игеріп, ел игілігіне жарату ертеңнен үміті бар елдің міндеті деп ойлаймыз. Десе де, ат жағын тай басар деп, өздеріңізге үлкен үмітпен қараймыз. Енді әуел аға, осынау үш ардақтымыздың алаш үшін алар орнын бір айтып өтсек, оқырмандарыңыз көзін көріп, көңіл жарастырған өзіңізден үш алыбыңыз туралы көкейге түйер бірдеңелер біле жүрсе деп ең әуелі. Қарсы болмасаңыз осыны бір айтып өтсек, тілге тиек етіп. Ең әуелі мен де сіздерге даусым естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Ең әуелі мен де сіздерге көңіл айтам, ол үш бәйтерек
бұл жалғыз әдебиеттің емес, бүкіл қазақтың жүрегіне есімдер ұялаған, сөздер ұялаған үлкен тұлғалар. Енді шөнді ұлы деп айта беруге болады. Мен енді тірі кезінде Жәркен ағамызға да, Есенғали ағамызға да, Қабдеш ағамызға да ұлы деген сөздерді қосып айтатынбыз. Кішкене олар қысылатын, бірақ дегенмен өзінің деңгейін біледі ғой бәрі адам. Енді үшеуі түгіл біреуі туралы айтсаң 80 минут жетпейді. Өйткені ол кісілердің жалпы өмірі болсын, шығармашылығы болсын, қай-қайсы болсын, том кітап жазса да артық етпейді. Енді мен өзімнің былай айтқанда осы кісілердің қайтқаннан қандай әсер алғанымды айтайын. Мен Фейсбукқа да, Инстаграмға да жаздым. Елдің бәрі Қабдеш ағаға да, Есенғали ағаға да, Жәркенге де өлең арнап сөйтіп жатты. Бәлкім енді өлеңі өзі жалпы осындай бір қайшылықты кезде, адам эмоцияға толы кезде шығатын шығар, бірақ менде ондай жоқ, мен жаза алмадым. Қабдеш ағамыз қайтыс болып, жаңа енді бүкіл қазаққа мен естірттім, мен Фейсбукта оқып жүргендер біледі, журналистердің бәрі менен хабар алды. Біздің ағаларымыздың бәрі сол ол кісіні ақтық сапарға жөнелтумен айналысып жатқан кезде мына жақта қоғаммен байланысты мен ұстап отырдым, жазушылар одағының атынан. Сол Қабдеш ағамыз қайтыс болған күні Есенғали ағамыз реанимация түсті деп естідік. Бірақ жас кісі ғой, 63 жас деген не ол? Қазіргі заманда, мынау медицина дамыған заманда реанимация түсті деп естідік. Оның алдында мен Мейрамбек досымды реанимация түсті, бірақ сауығып шықты ғой. Сол сияқты оған шын айтқанда аса мән берген жоқпыз. Бір қайтыс болады деп ешкім ойына кіріп шыққан жоқ. Енді Қабдеш ағамыз қалай болғанда да қимайсың, дегенмен 90-ға таяп қалған кісі ғой, 85 келді. Биыл 14 сәуір күні 85 келу керек түгін. Біз Шығыс Қазақстан облысына хат жаздық, биыл толық шығармалар жинаған шығарамыз дегенбіз. Шығыс Қазақстан облысының құрметті азамат деген атақ алып беретін болғанбыз. Одан кейін жалпы өзінің жаңағы туып өскен деп айтайықшы, енді ар жағында Қытай жақтағы бір бөлек өмір, бер жағында сол Бақытбелдің баурайында өсті ғой. Сол жақта ауылдарда, ауданның орталықтарына бір жақсы кездесулер өткізейік. Карантиннен кейін халық осындай зиялы қауыммен кездесуге әбден шөлдеп қалды деген сондай үлкен жоспарлар құрғанбыз Қабдеш ағаның 85 жыл. Бірақ енді Құдайды күлдіргің келсе жоспарында айт дейді ғой. Ол кісі сөйтіп кетіп қалады деп ойлаған жоқпыз. Мына індет шынымен де енді баудай сүріп жатыр ағаларымыз. Ол енді басқа салаларда да қаншама адам кетіп жатыр, қарапайым адамдар былай есептемегенде. Баяғыда мен ана Фейсбукқа жазып едім, бір ұшып бара жатқан 6 қазды фотоға түсіріп алып, әуелеп ұшқан 6 қаз өлейін десем қалқымас деп жазып жүргем. Шынымен біз аз қалыппыз, бізге ақыны болсын, жазушы болсын, жай қарапайым қазақ болсын, әрқайсысы бағалы, өйткені біз аз қалыппыз. Енді қай адамзаттың қай ұлтының болсын, қай өкілінің болсын, ешкімге өлім тілемейсің ғой, дегенмен де өзің қазағың болғаннан кейін жүрегінің бір шетін кесіп алып жатқандай болып сезіледі. Енді Есенғали ағамыз қайтыс болған кезде бәріміз есеңгіреп қалдық. Мен 3-4 күнге дейін өз-өзіме келе алмай жүрдім. Өйткені мен ол кісімен өте қатты сырлас едім. Соңғы жылдары өте қатты араласып кеттік. Өлең туралы көп сөйлесетінбіз, мына қазақ әдебиетінің болашағы туралы көп сырласатынбыз, көп дүниелерді бізге міндеттейтін. Сол кезде енді айтып жүрген кезде ойламайсың ғой, енді бұл кісі ертең кетіп қалады, айтып отырған сөздеріне дұрыстап мән берейік деп пендешілікпен жүре бересің. Бірақ үнемі айтатын, осы Ақберен, сендердің буындарың жақсы шықты, осы сендерге әдебиет табыстаймыз, сондай нәрселер көп айтатын. Ой, аға, қайдағыны айта бермеңізші, сізбен бірге боламыз. Не болды ана біздің Әбдіжәміл ағамыз сияқты 95-96-да келіп, әлі бізге ұрсып отырасыз, аяқтап отырасыз деп сөйтіп қалжыңдап құтылатынбыз. Бірақ енді адамға сондай сездіре ме екен? Баяғыда Әмірхан Балқыбек те маған сөйтіп кетерінен бір 2-3 күн бұрын звондап, Ақберен, осы сендерге әдебиет сені тапсырып кетуге бола ма деп зәрен ұшырған.
Сондай енді ауыр әңгімелер. Есаған қайтыс болғаннан Ақштау апамыз ондады Бақтыгереева. Мына Есенғали кетті, енді өздерінің қалдыңдар арттарында. Сендер енді 40-тан астыңдар. Енді біздің алдымызда ағаларымыз бар ғой, Маралтай ағамыз бар, Жарас ағамыз бар, Бақыт Беделхан бар, тағысын тағы. Бірақ енді сол біз кішкене енді белсенді ортада жүргеннен кейін көбірек байқаламыз ба екен, сол бізге көбірек сөйтіп жүк артып жатты. Жәркен ағамызбен де өте қатты араластым. Ол кісі өзі бір бала сияқты әпенділеу, ақкөңіл, керемет адам еді. Әрине ол ақын болды, үлкен ақын болды. Соңғы жылдары енді үйінен шықпай жатты, сол құлагерге барып амандасып жүретінбіз. Кейде жазушылар одағына келеді, сонда барып шай ішеміз, әңгімесін тыңдаймыз. Сөйтіп биыл сондай 3 алып бәйтерек құлайды деп қанша ұйықтасаң түсіне кірмейтін ауыр жағдай болды. Сол себептен қазір шын айтқанда әлі іштей бір ол кісілердің өмір туралы жалпы өліміне біріншіден сенім жоқ менде әлі күнге. Мен кетпеген сияқты ол кісілер. Ертең бір одаққа барсам алдымнан жарқылдап Есағым шыға келетіндей, Жәркен ағам ана бір қараңғы бұрышта темекі тартып тұратын сияқты болып тұрады әлі күнге. Болмаса Қабдеш аға звондап, Ақберен сен осы хабарласу дегенді ұмыттың ғой деген сияқты звонок түсетін сияқты, телефондарын әлі өшіруге қолым батпайды. Сондай бір көңіл күйде жүрміз, әлі кетпеген сияқты, ортамызда жүрген сияқты. Олар туралы бір өткен шақта бірдеңе айтуға, өткен шақта бірдеңе жазуға мен әлі дәтім бармайды. Өлең жазбақ түгілі. Осы өткен сенбіде қойдым, енді Есағаның жетісі болды ғой, былай айтқанда қазақ немен ырым. Сол жазам деп оқталып компьютерін қосып, ақ файлдың бетіне қарап отырдым, былай айтқанда көңілім босап кетті, ештеңе жаза алмадым. Енді мына бүгінгі біздің кездесуіміздің өзі сондай ауыр сұрақтан басталып тұр. Көп нәрсе айтуға болады енді. Не айтамыз, Есенғали ағамыз қазақ поэзиясына өзінің мектебін қалыптастырған ақын. Жалпы қазақта поэзияда ат оздыру өте қиын. Өйткені қазақ өзі ақын халық, өзі сезімтал халық, байқампаз халық, дана халық. Бұл жерде бір сөзге тоқтаған халық, сөздің парқын білетін халық. Бұл жерде бір озып бірдеңе айту, ерекшелену, жаңа бір сөйлеу салу өте қиын. Екінің бірі мысалы бізде енді кейінгі жылдар шығар әнші болғысы келетін жастар. Бірақ негізі ақын болу деген қазақ ұлтының ішіндегі бір өте үлкен мәртебелі статус негізі. Өмір бақи келе жатқан жыраулардан бастап. Біз білетін жыраулар, оның ар жағында қандай кісілер болды білмейміз. Бізде ауыз әдебиеті болғаннан кейін көп дүние жазылмады ғой. Сол себептен Есенғали сияқты, Жәркен сияқты өзінің поэзиядағы қолтаңбасын қалдыру, өзінің сөйлеуін қалыптастыру, мектебін жасау деген ол өте ауыр нәрсе. Ол екінің бірінің қолынан келмейді. Ол шынымен де мынау Құдай орайына сөздің ұясын салған, жасыл құстар қонатын баяғына Ерлан Нұрдыханның өлеңі бар еді, біздің Қытайдағы досым. Сол секілді бұл екеуі де қазақ поэзиясының шынымен үлкен таулары, үлкен асқар шыңдары. Енді Қабдеш ағамыз туралы әңгіме мүлдем бөлек. Былай айтқанда прозада бір Қабанбайдың өзі қандай үлкен дүниені қалыптастырып кетті, дарабоздың өзі. Қалған әңгімелерін былай қойған кезде тек қана қазақ деп жүрегі соғып өткен адам. Қазақтың тарихы деп жүрегі соғып өткен адам. Енді Есенғали мен Жәркен ағаларымыз екеуі де бауырлар ғой, Қабдеш ағамыз. Қабдеш аға ол енді халық жазушы деген ол жай ғана былай атақ қол, шынымен де халық жазушы. Ол қазақ барда Қабдештің сөзі өлмейді. Қазақ барда Жәркеннің сөзі өлмейді. Есенғалидің сөзі өлмейді. Оның артында үлкен ауыр жүк тастап кеткен біздердің өзіміз қабырғамыз қайысып, былай айтқанда тілерсегіміз дірілдеп тұр, ары не істейміз, қалай жүреміз, не жазамыз деген сияқты. Сол себептен бірден осындай әңгімеден басталғалы осындай болып тұр енді. Жауабым кішкене шашыраңқы шығар. Бұйырса жазамыз, Құдай амандық беріп ғұмыр берсе, ол кісілердің тіккен ақ туын шықпауға тырысамыз. Маған Есағым айтып еді, сен енді үлкен қызметтерге ұмтылуың керек, анау мынау деп сөзін. Есаға, маған не керек ол қызмет, мен ақын болып жүруім керек қой десем, сен патша кіре алмайтын және патша тіге алмайтын төбеге ақбоз үйін тігіп қойдың ғой өлең деген.
ол сені ешкім өлтірмейді деп айтқан. Мен мақтанып отқан жоқпын, өзінің сөзі. Өзінің рухы естіп тұрса мақұлдайды. Сол себептен енді ол кісілер бізге аванспен сөйледі ғой. Бірақ сол кісілердің былай көтеріп қойған қазақ поэзиясының биігін ары биіктету біздің міндетіміз. Олжас Сүлейменовтің сөзі бар, біз алыптардың иығына шығып қарап тұрмыз деген. Біз шынымен де алыптардың иығындамыз. Сол Есенғали деген алыптың, Жәркен деген алыптың, Қабдеш деген алыптың. Енді қалған ағаларымызға Құдай қуат берсін, ғұмыр берсін. Америкадағы Мағауин ағамыз аман болсын. Төлен ағамыз аман болсын, Астанада тұрып жатқан. Басқа да қаншама қаламгерлер бар. Мен мінәжатта жазып едім. Біреудің өлгенін естіп қалу өзім өліп қалғаннан ауырмаған. Тура сондай болып кетті қазір. Сондықтан бәріміз аман болайық. Енді кішкене көңілді әңгіме айтайық, Жігер. Жарайды, рахмет. Сіздің көңіліңізді ауыртайық деген ойымыз жоқ десе де, қазір енді айтпауға болмады. Оқырмандарымыз сіздің өз аузыңыздан естіп, көкейіне, көңіліне бірдеңе түйе жүрсе деген ниет қой біздікі. Дұрыс. Енді алда өзіңізге де үлкен шығармашылық табыстар тілейміз. Сол кісілерден қалған абыройлы ақтуды шықпайды деп сенеміз, өзіңізге үлкен үміт артамыз. Ендеше көңіл күйіңіз түсіп кетсе, сізге дайындалған бір көңілдірек сұрағым бар еді онда. Содан бастайын онда. Мына Чайковскийдің сізбенен кездесерден бұрын сіздің сұхбаттарыңызды, сізбен сұрақ жауап алған журналистердің біраз ақпараттарын қарап көрдім. Соны ойлап отырып, маған мынандай бір сізге сұрақ ойыма келді. Чайковскийдің мынандай сөзі бар екен: шабыт жалқаулардың үйіне бас сұқпайтын тәкаппар ару дейді, немесе зор талант ерен еңбек сүйгіштікті қажет етеді дейді. Ал сіз өзіңіз мына айнадан біреусінде сұхбат беріп отырғанда мен өте жалқау адаммын, мен өте жалқаумын дейсіз. Сол жерде сізге шабыт қайдан келеді сонда? Чайковскийдің сөзін сіз жоққа шығарасыз ба? Сіздің шабытыңыз қалай келеді, сол жөнінде айтып отырсаңыз. Менің шабытым жалқаулардың шабыты ғой. Анау еңбекқор, пысық адамдардың шабыттары кішкене басқалау келеді дейді. Еті тірі келетін шабыт болу керек. Енді Чайковский оның айтқан сөзі жалғыз ол емес, енді Толстойдың сөзі бар, 10% дарын болса, 90% еңбек деген басқа. Ол жағында үлкен шығармалар жазғанда керек шығар еңбекқорлық деген. Романдар, үлкен повестер, болмаса жаңа бір ғылыми ізденістер деген сияқты. Ал өлең деген бұл найзағай сияқты нәрсе ғой, жарқ ете қалады. Егер менің, мысалы үшін сөздің арасын айтайын, мен атын айтпай қойын, бір ағамыз күнде өлең жазу керек, күнде таңертең тұрып, темекі тартып тұрып, жаңағы ойына келсе жазу керек деп. Мен енді ағаға қарсы шыққан жоқпын, бірақ өзім ішіндегі ойым мынандай: күнде өлең жазған адам халтурщик болады. Бұл орыста рифмоплёство деген сөз бар, ұйқас қуалау. Яғни өлең жасау. Өлең өзі келмей, ол жанды болмайды, тірі болмайды. Әрине, өлең келмей, өлең келген жоқ маған, мен осылай жүре беремін деуге де болмайтын шығар, бірақ оның арасында аудармамен айналысу керек, оның арасында бір танымдық мақалалар жазу керек шығар, тіпті кітап оқу керек шығар деген сияқты. Бірақ бәріден спортсмен сияқты әдебиеттің солдаты болғаннан кейін Әмірхан айтпақшы, бір белгілі бір өзінің формаңда жүруің керек шығар. Мысалы, Есағанда айтып отырмыз, екеуміз бір Қытайға сапарға барасың кезде сұрадым мен, енді ұзақ ұшасың. Сол кезде сұрап едім, Есаға, осы сізде тоқырау деген бола ма? Өлең жазбай кеткен кездеріңіз бола ма? Мен кейінгі жылда жылына бір 2 өлең жазам ба, жазбайым ба? Төбедім, ой, қуанбайсың ба? Жылына 2 өлең жазу деген жақсы болды. Біз 10 жылда ештеңе жазбай кеткен кездеріміз болды. Енді сол Есенғалиді ешқандай мұра қалдырмайды деп айта алмаймыз. Поэзияның өз сиқыры да сонда, магиясы сонда, бұл жар сүркетіп келе қалады. Сен жазып болғаннан кейін, таңертең тұрып оқысаң, ол сенің ойларың емес екенін түсінесің. Адам өзінің ойын жазатын болса, мысалы, мен өзім еңбекқорлықпен ойын жазатын болсам, ол ешкімге қызық болмай қалады, шын айтамын. Бұл өз тылсымнан түсу керек та, бұл өзі. Аян сияқты түссе, онда ол өтеді. Ол өлең, ол оқылады.
қиқы-жиқы болсын, олп-солп болсын, ұйқасы басқасы. Бірақ адам отырып жазса, ол кірпіш қалағанда әдемі жазуға болады. Бірақ ол өлең емес. Солай деп жауап берейін. Рахмет. Рахмет аға. Мынау сіздің болмаған балалық шақ повестіңізді оқып шықтым. Баяғыда бір оқып едім. Осы сізден бұлардан бір тағы бір оқиын деп оқып шықтым. Керемет әсерге бөлендім. Бірде күрсіндік, бірде мұңайып, бірде күліп дегендей. Қысқасы, мына мен байқаған шығарманы бірде мен оқып бітірдім. Шығарма өзіне елтіп, еліктіріп, өзімен ертіп әкетті. Бұл шығарманы мен өзім ұқсаттым басқа шығармаларға. Мысалы, Марк Твеннің Том Сойердің бастан кешкендері, мына Бердібек Соқпақбаев менің атым Қожадағы сүйкімді тентектіктер кезігетін болса ішінен, Сайын Мұратбековтің Жусан есімдегі Аянның жалғыздығындай жалғыздық бар мұңаятын, немесе елді аузына қарататын сондай бір ертекшіл қиялдың байлығы да сүйсінтеді адамды. Немесе мына Оралхан Бөкейдің Тортай мінер Ақбоз атындағы Тортайдың еңбекқорлығы, ілім білімге деген ұмтылысын бір көргенде болдым. Жалпы шығармадағы қандай оқиғада тап болса да рухы сынбаған қаһарман образ адамды өзіне бірден бір тартып тұрды. Мына Сайын Мұратбек соңында мен ойыма келгені, Сайын Мұратбек Аянды ондай бала алдына нендей мұрат қойса да жетпеу мүмкін емес деп аяқтайды Жусан есінде. Осы шығарманы оқығанда менде мына болмаған балалық шақты мен өзім оқығаннан кейін мен де ойладым, сізде де алдына қойған мұраттарына жетпеу мүмкін емес деп. Осындай қорыта келгенде осындай ауыр тағдырлар адамды жастайынан үлкен бір істерге дайындайтыны көрінеді маған. Мен енді осыған байланысты сізге қоятын сұрағым, сіз өзіңізге осындай бір ауыр бір үлкен міндет жүктелгенде сезінесіз ба? Осы тағдыр өзіңіз үлкен бір істерге, үлкен ұлы істерді тындыруға дайындап ойламайсыз ба? Жақсы, қызық сұрақ екен. Мұндай сұрақ маған қойылмапты ешқашан. Ақберен, ең қызығы, Ақберен, айналайын, қазір мына бір 50 минуттан кейін мына үзіліп қалады. Сондықтан қазір біз қайтадан қосылған кезде сіздер біздің оқырмандарымыз айналайындар. Жоғалып кетпеңіздер, қайтадан келіңіздер. Қазір өте бір екінші байланыс, бір керемет бір әңгіме болайын деп тұр. Қазір өшіп қалады аяқ астынан. Сол кезде қашып кетпеңіздер. Кішкене демалып алыңыздар. Ал Ақберен. қосылдық па? Қосылдық. Жалғастырыңыз. Біздің басқа оқырмандарымыз қосылды ма? Олар шығып кеткен жоқ па? Қосылды, ешкім қашып үлгермепті. Қашып үлгермей қалды. Мен қашып үлгеріп едім, бірақ қайтып ұсталып қалдым. Жарайды. Жігер қайда кетіп қалды? Жігер бауырым. Отырмын да осында. Мында отыр. Тергеушінің бетіне қарап отырып сөйлеген жақсы ғой, не болсын. Ең қызығы, ұятты осы айтайын, мен Жабай Алманы оқымаған, бірақ жұрттың бәрі айтады, екеуі ұқсайтын шығарма, Аянның образы саған келеді. Ол әлгі мен соған еліктеп жазбадым деген сөзден қашқым келмейді. Шынымен де оқымаған. Мен бірақ ол кітапты сатып алдым жақында, бір оқып көрейінші деп. Ұят енді шын айтқанда, ол маған енді Жабай Алманы оқымау деген қылмыс сияқты көрінеді тіпті. Бірақ Бердібек Соқпақбаевты мен әрине бала кезінде жастан оқыдым. Балалық шаққа саяхат ең қызығы мен орыс тілінде оқыдым. Одан кейін қазақша оқыдық кейінірек. Жарайды, мәселе емес. Сұрақ қызық болып тұр маған. Ең қызығы мен бала кезімнен сондай былай өзім ойлайтынмын. Менің атамның сөзі бар еді. Мен бір сол 13-12 жастамын ба, екінші бөлімнің бар ғой, болмаған балалық шақтың. Көптінен ұмытып кеткенмін ішіне жазуға. Соның ішінде мынандай бір эпизод бар. Әлгі кітап оқып, сөйтіп енді қиялының бәрі сол кітаптың кейіпкерлері бәрі кіріп алады ғой миыңнан. Өзің баласың жаңағы. Өзіңді қалай ұстауды білмейсің. Сонда екі қолын беліме қойып ерсіл-қарсыл жүреді екен үйде. Сонда енді өзімше ақыл түрі жасап алатын болуым керек. Соған атам айтып жүрді сол кезде. Бола алмай жүр деп. Сол сияқты бала кезімнен сондай бір
бір болашақта бір үлкен істер жасауым керек, болашақта бір осы елдің сөзін сөйлеуім керек деген сияқты бір ойлар жүретін миымда. Бірақ оған өзім аса сеніңкіремейтін, бірақ бозбала кезде, Алматыға келіп оқуға түскен кезде сол сенім жылдан жылға, күннен күнге нығая берді. Өйткені маңайыма қарай бастадым, өзім құрдастарыма қарай бастадым. Бәрінің ойы мүлдем басқа. Біреулер ақша туралы ойлайды, біреу жаңағы жұмысқа тұрсам, ертең үйленсем, біреу әскери қызметке кетсем, сондай нәрселерді, елдік үлкен мұраттарды айтатын маңайымда адам болған жоқ. Бірақ мен сол өзіммен өзім сұхбаттасып жүретінмін. Неге бұлай, қазақта бұлай, неге біз жаңағы Европа сияқты өмір сүрмейміз, біздің ақыл ойымыз неге кішкене басқаша деген сияқты. Сол Абайдың мұңы ғой баяғы, сол әйтпесе жалғыз өзің енді ақберен болсаң қайтейін деген сияқты, бұл заманды қалай өзгертесің. Бірақ заманды өзгертетін ол адамдар, тұлғалар. Сондықтан менде сол белгілі бір үлкен істерге дайындық жүріп жатқан сияқты болатын. Сосын менде мен туралы кино түсіріп жатқан сияқты, сондай сезімде жүретін. Үстімнен бір анау Тәңірдің камерасы тұрған сияқты, мынандай қиыншылықтардан өтесің, одан кейін мынау болады деген сияқты. Тіпті алдымды болжайтын, мен одан кейін осындай уақытта мынандай болады деп. Бірақ осы кеше ғана осы көлікте келе жатқан кезде әңгіме болып кетті. Содан кейін жаңағы жұбайыма айтып жатырмын ғой, енді Аллаға шүкір осы күнге жеттік қой енді деп, енді әдебиет сүйер қауым таниды бізді осындай деп. Бірақ осылай тез бола қалады деп ойлаған жоқпын шын болса. Маған бір үлкен анау баяғы кітаптарды оқыған кезде қазір түрлі түсті суреттен қарай адамның жасын анықтай аласың. Ол кезде анау черно-белый дейді, фото. Сол кезде қарасам бәрібір үлкен адамдар. Сөйтсем сол Исағаңдардың бастаулары шыққан кезде 20-лардағы жігіт екен мысалы. Ұлағаңдардың киіз кітаптарын кигізді бер жағы. Сол біздің жасымызда, тіпті бізден жас кездегі шығарған кітаптар. Бірақ ана суреттерін алсам үлкен салиқалы салмақты адамдар болып көрінетін сол кезде. Сондықтан жігер осындай, енді адамда өзі бір сондай сенім болады. Бұл міндетті түрде бір үлкен бір саяси бір нәрселер жасамау керек шығар, бірақ әдебиетті әркім өзін, енді әдебиет біз өзіміз осы салада жүргеннен әдебиетті белгілі бір белеске көтеріп тастау, жаңағы айтқандай. Исағаңдардың бізге берген эстафетасын ары көтеріп тастау, сосын өздерінде жас жігіттердің қолына беру деген сияқты. Басқа салада сондай мықты жігіттер өсіп келе жатқан шығар. Олар өзінің шаруасын істеу керек. Сөйтіп дамиды ғой енді қоғам. Мемлекетте сөйтіп дамиды. Ешкім мәңгі емес, әркім өзінің уақытында өз еліне, халқына қызмет етіп өтеді. Жалпы ондай сезім болған ол кезде. Кейде отырып сенбейсің. Осы мен не осыны ойлап аламын, маған мүмкін қарапайым адам болып жүрмеймін осы деп. Кейде ұқсап. Не осыны ойламай, не осыны жазбай деген сияқты. Солай? Рахмет аға. Енді біз өзіміз үлкен болашақтар, үлкен істер күтеміз өзіңізден. Сөйлеуде бір сұрақ қойсам аға. Тергеуші деп ыңғайсыз да алып қойдыңыз ғой. Мына сұхбаттарыңызда мынандай бір сөздер айтасыз. Ақын көркем әлемді кемелдендіруші, Құдайдың көмекшісі дейсіз, немесе поэзияның миссиясы Тәңірді тану деп айтасыз. Өзіңіз Тәңірді тануда қай деңгейге жеттіңіз? Дәстүрлі Құдай тануға сүйенесіз бе? Енді оны қай дәреже жеткенімді анықтай алмаймын. Бірақ қалай айтсам болады енді. Мен енді Құдайды діннің категориясымен қарамаймын оған. Біз Тынышбек екеуміз айтамыз, ол кісі деп сөйлейміз енді ол кісі туралы. Тәңір туралы. Мысалы үшін діннің категориясынан қарасаң, ол кісіден қорқасың. Бір сен тозаққа салатын, шалыс бассаң, жазалайтын сонда бір қатыгез болып көрінеді. Ал енді мына маңайыңа қарасаң, мына әсіресе қазір жайнап тұрған көктемге қарасаң, бұл бір мұғжиза ғой. Кеше ғана бәрі өліп тұрған, қазір тіріліп, бүкіл жапырақтар бүршік атып, гүлдер, күннің нұры саулап тұрады. Соның бәрін қарайсың, мынаны жаратқан қандай керемет
Құдайдың кереметтілігі, ол қандай мейірімді, қандай жұмсақ, қандай кешірімді, әкеңдей сияқты сондай бір немен қарайсың. Менде бір 2010 жылдары бір өзім жатарда бір дұға тіледім. Сізді танайыншы, сізді жақсы көрейінші мен. Сізді жақсы көрсем, мына әлемді жақсы көретін сияқтымын, сізді жақсы көрсем, өзімді жақсы көретін сияқтымын деген. Бір кәдімгі ешқандай арабша сүре оқымай-ақ өз қазақша енді сұрадым. Содан кейін қызық нәрселер басталды менде. Мана сопылық деп айтқым келмейді. Жалпы сопылықта түсіндіріп айтады ғой. Түсінікті болу үшін айтайын, солардың ұғымдары бойынша. Мына адамда хәл болады. Менде сондай хәл болды. Мамыр айында 2012 жыл, 2 жылдан кейін болды, одан кейін 2 жылдан кейін менде өзінен-өзі бір хәл пайда болды. Маңайыма қарасам, ана ол кезде Астанада тұрам, Достық көшесі мен Мәңгілік ел, қазір Мәңгілік ел, соның қиылысында Москва деген офисте жұмыс істеймін. Соны сыртқа шығып тұрған кезде жаңағыдай хәл пайда болды өзінен өзі. Содан қарасам, жаңағы теректер өсіп тұр сол жерде, Достықтың бойында. Соның тамырынан қалай сөл көтеріліп жапыраққа дейін құйылып жатқанын көрдім. Сіздер сенбейсіздер, менде болды. Сосын майда кетіп бара жатқан адамдардың бәрінің ойымен саңғырлап миыма келіп тұрды, құлағыма. Аспанда ұшқан құс, жерде жыбырлаған жәндік, жүгірген аң, өскен өсімдік, бәрін керемет махаббатпен сүйіп тұрдым сол кезде. Өтіп бара жатқан машиналарды бүйтіп аудара салуға да құдіретім жететінін сезіп тұрдым, бірақ оны істемеу керек екенін де біліп тұрдым. Қосымша. Бұл сондай керемет хәл болды, бірақ мен қорқып кеттім. Бірден әлгі неме деуші еді, анау дейміз, мынау дейміз. Ауырған кезде ғана Құдай есімізге түседі деген сияқты. Жаңағы арабша деп тұрған сүрелердің бәрін оқи бастадым. Ана хәлден құтылғым келді. Өйткені бейтаныс нәрсе ғой, білмеймін ғой. Соны офиске кіріп, кабинетке барайын деп кірсем, жаңағы лифтте адамдар кездесіп қалды. Сол лифттегі адамдардың бүкіл несін біліп тұрдым. Өмірде не керек, не ойлап тұр, қандай мұңы бар, не проблемасы бар, тіпті шықырылысына дейін көріп. Мен шошып кеттім, бұл не нәрсе деп. Енді бала кезімде ондай тылсым нәрселер көп болды, болмаған бала шақты жазамын мен кейін. Жазғам кейінгі нұсқасын оқысам. Содан кейін кабинетке барып, жаңағы өз-өзіме әрең келіп, сөйттім. Содан кейін мен ана нені жақсы көремін, Discovery, Animal Planet деген нелерді көремін, телеканалдар. Сол кезде дельфиндердің жүзгендері, бір құстар, керемет өсімдіктер, жан-жануарлар әлемін көрген сайын жылағым келіп отырады, оны қалай жаратқан Құдай. Соншалық үлкен махаббат ашылды менде жүрегімде. Оған апаратын дін керек емес екенін, оның арасында ешқандай делдалдың керек емес екенін, ол сені соншалық сүйетін, сен оны соншалық сүйе алатын көзім жетті. Махаббатпен жаратқан адамзат, сен де сүйіп алаларын жанынан тәтті, адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және хақ жол деп сүй, әділетті деген сөздердің мағынасын түсіндім. Алланы сүй, адамды сүй, Алланың хикметінсіз не қызық бар дүниеде одан басқа деген сөздердің мағынасын түсіндім. Бұрын ол маған жай сөздер еді. Ол кәдімгі абайдың соншалық Құдайды сүйе алатындығын, соншалық жүрек көзі ашылғандығын, сондай нәрселердің бәрін. Содан кейін Құран оқысаң да, қандай халден кейін не нәрсені ойласаң да, бұны Құдай не үшін жаратты, қандай жаратты деп, қалай жаратты деп ойласаң, бәрі өз орнына келе қалады. Сол себептен поэзия тәңіртану деп айтқаным, сен қиялың арқылы, ойың арқылы бүкіл әлем зерттейсің, ғарышқа барасың, шексіздіктің сыртына шығып, шам жағасың, Құдайға дейін жеткің келеді. Эйнштейн айтады, мен ешқандай үлкен математикалық есептерлер жасаған жоқпын. Мен сәуленің ұшына отырып алып, бүкіл жаратылысты, мынау космостың бәрін аралап шықтым дейді. Ойша ғой енді әрине. Енді оған мысал үшін дін не үшін керек деген сияқты. Сол себептен адамға ой келді ме, ақыл берді ме? Құранның әр аятын әй ақыл иелері деп айтады. Ақылға салып, оны жүрекке түсіре алсаң, әрине сен Құдай танисың. Поэзия да сондай. Ол да
ғылым сияқты. Сен поэзия арқылы, қиял арқылы, ойын ұштау арқылы адам ой жетпеске дейін талпынып сол жаққа дейін бара алатын болсаң, онда ол тәңір тану әлбетте. Адам өзін тану арқылы тәңір таниды. Өзің кім екенін өзің сүйе алмасаң, өзің құрметтей алмайсың, өзін тани алмайсың, Құдайды да танымайсың. Құдай танымасаң, айналаны тани алмайсың. Бұл өзі бәрі сабақтас, бірімен байланысты, біртұтас әлемнің жүйесі ғой бұл. Оны түсінген адам бақытты болады әлбетте. Ал енді поэзия арқылы, өлең арқылы мына әлемді одан сайын сұлуландырсаң, одан сайын жасампаздық идеяларды әкелетін болсаң, онда сен Құдайдың көмекшісің әлбетте. Сен әрине талды жарата алмайсың, бірақ сен сұлу сөзбен адамдардың жүрегіне тал еге аласың, алмаға шеге аласың, миын гүлдендіре аласың. Ол да сен, мына орыста творец деген сөз жақсы бар да, мысалы. Творец ол тәңір, творец жазатын адамды творец дейді. Яғни кіші Құдай өзінің саласындағы кіші Құдай. Жасампаздықты Құдай берген адамға. Мысалы үшін жаңағы 99 есімін оқитын болсаң, соның бәрі сенің ішінде бар. Ең қызық сол Алланың сипатының ішінде қызғаншақ деген сипаты бар. Қандай қызық екен? Сені қызғанады ол біреуден. Ақшадан қызғанады, атақтан қызғанады, пендешіліктен, нәпсіқорлықтан қызғанады. Демек сүйеді ғой, қызғанатын адам сүйеді ғой енді. Сондай бір қызық үлкен құпиялар бар. Ол туралы айтсаң әңгіме кете береді. Мына жерде оқырмандарымыз мен енді бір дінсіз атеист деп ойлап қалмасын. Мен көбісі ойлайды, христиан бекен, буддист бекен деп милар жетпес. Мен онда ешқандай емеспін. Мүмкін ар жағында біздің ата бабамыздың діні жатқан шығар, тәңіршілдік, табиғат арқылы тану. Сондай бір үлкен дүние. Мысалы үшін Абай туралы әуезов жазады. Абай барлық діннен жоғары тұрып, ар жағында кең мұхит болып жалпақ жайылып жатыр деп бізде. Неге? Өйткені Құдайды солай тану арқылы, Құдайды солай сүйе алған адамға дін керек емес. Бірақ ол дін, қоғамдағы дін қалыптастырған қағидалардан, ережелерден аттап кету деген сөз емес ол. Әлбетте мен де жұма сайын жаңағы Құран оқимын. Бізде жаңағы бабаларымыздың, әке-шешеміздің басына орында Құран оқимыз. Қазақша оқымайсың, арабша оқисың. Салт дәстүрдің бәрі сабақтасып кеткеннен кейін одан ешқайда қашып құтыла алмайсың. Ол деген дінсіз деген сөз емес бұл, қысқасы. Солай. Жақсы, рахмет. Бір тылсым дүние екен. Бір тылсым әлемге кіріп кеткендей болдық. Мынау бабаларымыздан жеткен ата сөзімізде керекті сөз мысалдары да мынау ер тарған жырларында да мынандай бір сөздер кездеседі. Азамат ердің көкірегінде ат басындай шер болар дегендей. Рабузиевтің қиссаларында немесе мына мың сұрақ деген Әбілда мен Мәликенің арасында болатын мың сұрақ атты кітаптардың ішінде де ердің көркі көкірек толған шері деп, ердің шері, ердің мұңы, ердің көркі дейді. Ал Абай атамыз уайым ердің құрғаны дейді. Ал сіздің мынау үнемі түйсігімде бозлайды қобыздар мұң, абыздардың тарталмас күйлеріндей деп қабырғаны қайыстырып, сіз енді майстрлардай шығармашылығыңыздың өн бойында тұнып тұрған бір мұң, бұл не нәрсе? Сонша елден ала бөтен ала қашып, теңіздей терең, таудай ауырып, мұң арқалауыңызға не себеп? Енді Секен ағам айтады, Тұрысбек, нағыз өнер қасіреттен туады деп. Ол енді Секеннен бұрын да адамзаттың ойшылдары айтқан шығар. Адам қуанып жүрген кезде ешқандай бір дем дұрыс нәрсе жазбайды ғой өзі. Шын айтқанда. Мен мұң дегенде бұны қайғы деп, қасірет деп қабылдамаймын. Мұң деген бұл Тәңірге деген сағыныш, кемелдікке деген сағыныш, мүмкін жұмаққа деген сағыныш берген. Бәрі кемел, бәрі керемет дүниені аңсайды ғой енді. Сондай адамдар дейікші, соның санатына өзің жатсыз отырсың ғой. Қай заманда болсын, бәрі де сен қоғамда келеңсіздіктерді көресің. Бәрі де мына жалған дүниенің бір кем дүниесін байқап тұрасың. Сол сенің жанын жаралайды, кішкене жүрегіңді ауыртады. Ал енді менің мұңым енді болмаған балалық шақта жатыр.
бастауын сол жақтан алатын шығар. Жалғыздық, кезінде осы мына баладан бірдеңе шықса мұрнымыз кешіп берейін деген ағайынның қарым қатынасы, анаға деген сағыныш, әкеге деген сағыныш, туысқанға деген мейірімсіздік, соның бәрі енді жинақталып келіп бір жаққа ұшып кетпейді ғой ол. Ол сен ішінде жатады, қатталып жаңағы жинақтала береді, сосын ол бір күні өртенеді лапылдап жаңағы. Мүк өртенгендей жатып қалған су шөп өртенеді ғой, сондай бір дүниедей болады. Бірақ мен қайғыланбаймын, мен өмірге келгеніме өкініп, болмаса бір тағы бір. Оны қазір түсініп отырмыз ғой, енді кезінде оны білмедік. Тіпті мынау сен оқып отырған риторикалық сұрақтар жазылған кезде мен ол кезде әрине қазіргі ақымақтау болдым. Ертең Құдай ғұмыр берсе 10 жылдан кейін қазіргі осы сөзіме күлетін шығармын. Бұл сондай дүние. Ал енді әрине мынау қазақтың бүгінгі жағдайына қарап бәрі де жүрегін жылайды. Біз неге осындай күйге түстік деген. Сондай бай жерде өмір сүреміз, неге кедей қазақ, неге білімсіздік жаулап кетті біздің қоғамды. Неге бізде бір ұмтылыс жоқ, неге бізде Европадағыдай, Америкадағыдай, басқа дамыған елдердегідей сана неге жоқ, неге біз бізде неге бірлік жоқ, неге біз бөлінеміз, жүзге басқа. Бұл деген сан қабат сондай нәрселердің бәрін байқағаннан кейін, әрине өзін қуанбайсың ғой енді. Мынау бәрі жақсы болды ғой деп. Сондан кейін адамның жүрегіне сондай мұң ұялайды. Түсінікті. Алай болсаға, ақыннан қай сұрамай жыр сұра деді ғой, осындайда бір өзіңіздің аузыңыздан бір сүйікті бір жырыңызды естісек, оқырмандарыңыз, жырға сусындаған оқырмандарыңызды. Сен батырдың ғой мен. Ең қызығы, мен өлеңді оқи алмаймын ғой, бір жаманы бар ғой. Ақберен, кешірім сұрайын тағы. Мына жақта сені тыңдап отырған оқырмандар сенің өлеңіңді оқып кепті, солар өлеңін оқысақ деп сенен рұқсат сұрап жатыр. Ой, жақсы болды ғой мұны. Сен ұқпардың ба? Вот, рахмет, осылай арасында бұзуға болады сізге десе. Ал айналайын. Арман Жұмабай. Арман қайдасың? Арман, адастырмай мені. Ассаламағалейкум. Уалейкум ассалам. Арман, сен түрін көрінбей тұр ғой. Міне жолда келатқан. Мектептен жаңа шығын. Айта ғой Арман, тыңдап отырмыз. Жұмабай Арман есімім. Өзім нөмір 2-ші кітапхананың оқырманымын. Сіздің жалғыздық деген өлеңіңізді жаттап келдім. Рахмет. Шексіз ғарыш шетінде жетімсірер жер жұлдыз. Сол жұлдыздың бетінде сен жалғыз да мен жалғыз. Жалғыздардың әлемі, сен көпшіл де мен көпшіл. Тор тоқиды әдемі, көбелекке өрмекші. Құрай жалғыз, мыш жалғыз. Жалғыз барлық атымдар, құш жалғыз және барлық ақындар. Жүрек жалғыз, ми жалғыз. Шылым жалғыз шоқтанып, аярланған жүзіңе ай қарайды сұқтанып. Бәрі жалғыз тәңірде, ажал бөлек, ар бөлек. Өмір мәні тегінде, өрмекші мен көбелек. Бәрекелді, қалай тамаша оқыдың. Рахмет. Өркенің өссін, үлкен азамат бол, армандардың бәрі орындалсын. Арманыңа жетті. Рахмет. Рахмет, Арман. Олай болсаға келесі бір сұрақ қойсам, рұқсат па? Мынау әдебиеттің миссиясы адамның жүрегін жұмсарту дейсіз. Замандастарыңыз жасап жүрген әдебиетті
қалай бағалайсыз? Жүректі жұмсартып, көңілге дайым көрік сыйлап отыратын қандай авторларды атай аласыз? Біздің бүгінгі әдебиетіміз қазіргі заман талқысына жауап беруге қауқарлы ма? Мына француздың жазушысы, қоғам қайраткері Анри Барбюстың сөзі бар екен. Жазушы қоғам қайраткері, егер қателессе, жұртты теріс жолға сілтейді дейді. Бүгінгі біздің жазушыларымыз, қаламгерлеріміз жұртты қайда бастап жүр? Осы жөнінде айтып өтсеңіз. Енді біздің 2000 жылдардан кейін келген өзім буындастарым туралы айтайын. Ішіндегі ең нашары менмін. Біздегі ақындардың бәрі мықты. Қалқаман бар, Ерлан Жүніс бар, Тоқтарәлі Таңжарық бар, Рысбек Дәбей бар, Ұларбек Нұрғалымұлы бар, Ұларбек Дәлей деген бар, Ахат Расул деген бір көп. Бұлардың бәрі шетінен біз бәріміз келісіп алғандай 2000 жылдардың басында басымыз қосылып та мүлдем басқа поэзия жасадық деп сөйтіп айтады. Енді қазір білмеймін, өзімше жаздық. Бізде қазір жас ақындар көбісі келіп бізге мүмкін болмайтын нәрсені мүмкін қылдыңыздар, өлеңді былай да жазуға болатынын көрсеттіңіздер деп. Соны біз ақылдасқан жоқпыз, өзі солай келді. Сондықтан біріншіден менің қатарлас ақындарым бұл тәуелсіздіктің жемісі, еркін ойлы, азат пікірлі, сондай басқа бір парадигмамен қарай алатын, соцреализмнен ада, кішкене тәңір іздеген, абстракция ұрынған, көбірек психоанализ жасаған сондай қыз жігіттер. Әлбетте олардың әр өлеңі оқыған адам жүрегін жұмсартады. Құрғанда ұшын жұмсарта алады. Жүректі жұмсарту үшін оған әулиелік керекті деп жазам ғой, ана бір өлеңінде. Оған шынымен де сенің тілің әулиенің тілі болу керек. Ойың кемеңгердің ойы болу керек. Кейде оған жасың келмей жатады, өмірлік тәжірибең жетпей жатады, бірақ мына орайың ашық тұру керек ол үшін. Тәңірден түсетін сөзге, тәңірден түсетін нұрға, сәулеге. Жаңағы атап кеткен жігіттердің барлығы мықты. Бұлар болашақта үлкен, Құдай қаласа амандық болса, үлкен бір классикқа айналады. Жаңағы кетіп жатқан ағаларымыздың орнын баса алатын, орнын жоқтатпайтын, тіпті жаңағы айтып отқан қазақ поэзиясында, прозасында белгілі бір үлкен деңгейге шығара алатын азаматтар. Сондықтан мен олармен бір заманда бір буында өмір сүріп жатқаныма өте қуаныштымын. Бәрімен доспыз. Бауыржан Қарағызұлы бар, мына астында тұратын. Дәулеткерей Кәпұлын да өзімізге қосып аламыз біздің буынымыздың деп. Бұл поэзия кеш келді, оны айтыста біраз сандалып жүрді. Сондай жігіттер, енді бізден кейін келе жатқан жастар мықты, мысалы. Әсіресе мынау 90 жылдардан кейін былай туған қыз жігіттерде мүлдем көзқарас басқа. Олар тіл біледі, кішкене оққан-тоққаны көп. Одан кейін біздің заманымызда мына телефон, интернет деген болған жоқ. Бұларда қазір ақпарат жедел қабылдай алатындықтан көптен кеңірек көре алады бізге қарағанда. Бізден қалыспай отырсамыз, бірақ бәрі де қалып қалып жатырмыз. Демек, олардың да өлеңдері басқа сипат алатын, болашақта сондай басқа сипат алатындай жағдай болады. Сондай бір әлеуеті бар. Сондықтан қазақ поэзиясы өлді, қазақ әдебиеті құрыды деген адамдардың жағына жылан жұмыртқаласын. Қазақ тұрған кезде қазақтың сөзі өлмейді. Қазақтың сөзі тірі тұрған кезде қазақтың әдебиеті өлмейді. Мен тек қана сондай көзқараспен қараймын. Ал Ақберен, сенің тағы да бір өлеңіңді біздің жас маман Гүлжан деген қарындасың тағы бір өлеңіңді оқимын дейді сенің. Бәрекелді, кәнекей. Ал Гүлжан. Сәлеметсіз бе Ақберен аға, өте керемет әсерлі сұхбат болып жатыр. Жалпы бүгін маған да сіздің бір өлеңіңізді оқу бұйырған екен. Осы қазіргі таңда осы поэзия сүйер жастардың жүрегінен орын алған өлеңіңіз, осы Инстаграм желілерінде видео жасалынып, сол өлең оқылып жатыр. Мүмкін бәлкім өзіңіз де көрген шығарсыз, көрген боларсыз. Сол өлеңіңізді мен де оқығым келіп отыр. Сені ешкімге бермеймін. Сені ешкімге бермеймін, сұрамасын. Сұрамасын,
жанымның мұнарасы. Маған сені Тәңірдің өзі берген, пейіште періштелер жылағасын. Мен сені көкте күннен қызғанамын, сезілеме жүректің мұздағаны. Мына опасыз дүниеде күнәсі жоқ, Тәңірдің сүйіктісі біз ғанамыз. Мен сені сүюден жалықпаймын, қанатсыз ақ қасында қалықтаймын. Сен қасымда болғанда жұмақтаймын, сен жоғалсаң алаулы тамұқтаймын. Мен сені сағынудан азап шегем. Бұл азап ғажап неге? Кеудемдегі жалынмен салыстырсан, аяз болып көрінер тозақ деген. Біреу менің көзімнен байқар күзді, мен сені ұмытуға қауқарсызбын. Имандылық заңдарын бұзған бұлар, жүзі күйген пенде деп айтар бізді. Құлағыма ол сөзді іле алмаймын, себебі мен сезімсіз жүре алмаймын. Өзгелерсіз күн кешсем өкінбеймін, ал өзінсіз өмірді сүре алмаймын. Рахмет. Бәрекелді. Рахмет. Гүлжан, көп рахмет. Мына лирика деген бір өзі ғажап нәрсе ғой. Ғашықтық қалып деген бір ғажап дүние бұл. Қазір жастар көп оқиды. Тіпті анау карантин кезінде парацетамол құшақтап сен ешкімге бермеймін деп те оқыды ғой. Сондай бір нелерге ұстатын. Осы өлеңнің бір қызық тарихы бар. Тарихы болғанда қалай айтсам екен. Өз бір қадырдың бір сөзі бар, жақсы өлеңдерім, нашар өлеңдерімді асырайды деген. Мен керісінше поэзиялық деңгейде осындай бір басқа өлеңдерім оқыса десем, керісінше осындай халыққа жақын өлеңдер оқып кетеді. Соны осы өлең қанша адам жариялайды, бәрі Мұқағали Мақатаевтікі деп жариялайды. Өздеріңіз байқадыңыздар ма жоқ па? Сосын маған ұрсып жатады кейде жарияласам. Сіз не деген адамсыз, Мұқағалидың өлең ұрлап алыпсыз деп. Мен оған қуанамын. Мұқағалимен егер шатастырып жатса, салыстырып жатса, тіпті осы өлең Мұқағалиға бере салуға да қазір дайынмын шынымды айтсам. Бірақ енді өзің жазғанда қуанасың осындай. Менің Хайал Рза деген Әзербайжанның бір мықты ақыны бар, екеуміз құрдаспыз. Соның бір өлеңі бар екен, осы сен ешкімге бермеймінге ұқсас, лирика ғой. Соны былтыр 100 бәленбай жылдығын атап өткен бір ақынға телейді екен. Соны бұл енді сахнаға шығып оқиды ғой, өзім өлең деп. Зал шулап, оңбаған деп. Мен де талай ондайды естідім. Бір жерде оқып тұрған кезде, сіз осы Мұқағалидың өлеңдерін бәрін ұрлап оқығанды қойсаңыз, не деген адамсыз деп біраз ұрысқаны бар. Сөйтіп қылмысымыз ашылып қап қызық болған енді. Бұл сен ешкімге бермеймін деген, мен Nokia-мен жазған, баяғы Nokia деген телефон болатын еді ғой. SMS-пен жазылған өлең. Таксиде келе жатып. Қызған кеткен болуым керек соған қарағанда. Сол. Қызық. Керемет, жақсы істелген екен. Сіздің өлеңдеріңізді тіпті мынау қырғыздың қыздары менен өзбектің қыздары да аударып оқып жүрген екен. Оған да қызға да қызғана қарап жатқан жайымыз бар. Оны көрген жоқ. Сіздің мінәжатыңызды да аударып оқып жүр ғой, өзбектің қыздары мен қырғыздың қыздары. Басқа өлеңдерімді оқыса да болатын еді ғой десек. Енді сізге сұрақ қойсам деп, мына Сарқан ауданынан сол кітапхананың бір қызметкері сұрақ қойсам деп отыр екен, көкейіне сұрағын. Сол кісіге рұқсат берсек. Әнеке Айжан ханым, сұрағыңызды қойсаңыз. Сәлеметсіз ме? Сізге қоятын сұрағым, қазақ өлеңдері басқа халықтардан, жаңа поэзиясынан айырмашылығы қандай? Бұл сіз кәдімгі диссертацияны сұрағын қойдыңыз ғой. Біріншіден рахмет, жақсы сұрақ. Қазақ поэзиясы бұл бөлек поэзия, ешкімге ұқсамайтын поэзия. Мысалы үшін қазақ поэзиясынан кейін басқа әлем ақындарының өлеңдерін оқысаң, кішкене жұтаңдау көрінеді. Себебі бізде теңеу көп.
біздің жалпы бір сөзге енді ешкім есептеген жоқ. Шамамен біздің бір сөзге 15 тіпті 20 синоним бар шығар. Бұл қазақ тілінің байлығы білдіреді біріншіден. Одан кейін жалпы қазақ халқы мына көшпенділер табиғаттың аясында өмір сүргендіктен өте байқампаз халық болып келеді. Байқампаз халықта теңеу көп болады. Мынаған теңейді, қой бағып жүргеннен не істейді? Бәрі жан-жағын бір-біріне теңеп жүрген ғой енді. Мысалы үшін Батыс Еуропаның поэзиясы неғұрлым дидактика құрылған, яғни былай кірпіш қалағандай, нақ осындай деп жазады. Бізде мысалы үшін теңеген кезде мүлдем қызық образдар. Біздің енді қазақ поэзиясын дұрыстап аударатын болса, қазір мынау Еуропаға әбден әдебиеті тоқыраған батыс елдеріне бұл үлкен экзотика болып келер еді. Бірақ оны бәрі де қазақ тілінен басқа тілге аударғанмен оны кішкене өң қашып қалады деп ойлаймын да. Сондықтан енді мен әлем әдебиетін бір адамда оқыдым, орыс әдебиетін бір адамда оқыдым. Қазақ поэзиясыны ол бөлек әлем. Оны тек қана қазақ жаңағы жапондықтың хайку танкасын түсіну үшін кем дегенде жаман жапондық болу керек деген сөз бар. Сол сияқты қазақ поэзиясында толық сіңіру үшін оның астарын, жолдардың арасындағы меңзеуін, ишарасын, ымын, басқасын түсіну үшін қазақ болу керек. Қазақтың тілін әрине жақсы білу керек. Жалпы біздің ойлауымыздың өзі, біздің кез келген мақал мәтел болсын, біреуге бірдеңе айтсаң да, бізде үнемі жаңағындай фразеологизмдермен сөйлейміз ғой біз. Теңеумен сөйлейміз. Біз жалпы біздің мышлениеміз, бізде неге көп жақсы құрылысшылар шықпайды, бізде неге жақсы IT-технологтар шықпайды. Енді болашақ шығатын шығар. Себебі біздің ойлау жүйеміздің өзі образын ойлау жүйесі. Бір образбен ойлаймыз. Бізде нақты нәрсе жоқ. Мысалы, біз сіріңке десек, біз бірінші отты көреміз. Миымызда от көрінеді. Жанып тұрған сіріңке көрінеді. Ал Батыс Еуропаға айтсам, ол кәдімгі сіріңкенің қорабын елестейді. Сонда енді шамамен айтқанда. Сол себептен қазақ поэзиясы бұл өте бай әлем. Бұны енді ертең біз енді тәуелсіздік алып 30 жылдығымызды тойлап жатырмыз ғой. Ертең осы қазақ деген ел не берді, әлем адамзаттың асыл қазынасына не қосты, интеллектуалдық, рухани қазынасы не қосты деп зерттейтін болса, үлкен әлем ашылады. Мен Лондонда бұл туралы айттым. Лондонда біз Британ кітапханасында сөз сөйлеген кезде айттым. Сіздер егер бір-екі адамыңызды шынымен қазақ тілін үйретіп, қазақ поэзиясын зерттейтін болсаңыздар, әлі ашылмаған талай ғылыми жаңалықтарды бізден табатындарыңызға сөз нем жоқ, күмәнім жоқ деді. Өйткені мына Вернадский деген ұлы ғалым бар, орыстардың, негізі еврей ғой енді. Соның жақсы сөз бар. Бүкіл ғылыми жаңалықтар художниктер, қиялилар және ақындардың арқасында жүзеге асты дейді, ғылыми жаңалықтар. Себебі ғалым оны ананы зерттеп, болмаса бір аяқ астынан кездейсоқ тауып қалған ғылыми жаңалықтар болып жатады. Ал ақындар, суретшілер, музыканттар, бұлар енді әулие сияқты оны ешқандай ғылымсыз айтып қояды. Солай ғой мысалы. Сол себептен қазақтың дүниетанымында керемет ғаламат әлем жатыр. Ол ашылмаған арал әлем үшін. Тіпті қазақ үшін деп айтсам артық етпес, өйткені қазақ көбінесе өзінің қандай ұлдар өмірде болғанын, қандай ұлдар өмірден кетіп жатқанын біле бермейді, өкінішке орай. Біз абай сабаған қазақ болғаннан кейін несін сұрайсың? Сол себептен біз өзімізді тану үшін ең бірінші өзіміздің поэзиямызды білуіміз керек, өзіміздің әдебиетімізді білуіміз керек. Сол кезде ғана барып біз қандай ғаламат ұлт екенімізге көзіміз жетеді. Бұл расизм емес менікі, бұл жалған ұлтшылдық емес, бұл өз саласын жақсы білетін адамның сөзі деп қабылдаңыздар. Иә, дұрыс айтасыз. Сіздің сөзіңізге мен жақында көзім жетті. Мысалы, мен мынау жылқы архетипі деген қазақ прозасында тақырыпты зерттеп, осы тақырыппен айналысып жүрдім. Сонда мына жылқының түсіне байланысты қазақ тілінің байында осы бір-ақ мысал келтіре кетсем, мына 19 ғасырда испандықтар зерттеген екен, жылқының түсіне қатысты 40 сөз бар екен. Ал арабтарда жылқының түсіне қатысты 60 сөз бар екен.
Ал қазақта жылқының түсіне қатысты 306 сөз бар екен. Енді қара, кім жігер? Мысалы, солтүстік елдер бар ғой, мысалы үшін Скандинавия елдер дейміз, шведтер, норвежцілер, орыстар. Кәдімгі 8 ай қыс болатын. 8 ай қыс, 9 ай қыс болатын. Тіпті мынау тундрада 3 ай ғана жаз болады, қалған бәрі қыс. Солардың қар туралы сөздері, Қазақтың қар туралы сөздерінен өте аз. Екі есе аз, тіпті үш есе. Анау қарбық қар, бірдеңе қар, қасат қар, масат қар кете береді ғой. Сон қардың түрлері, оның жауына байланысты, оның жерде жатуына байланысты, оның малдың жаңағы тебіндеуі деген сияқты. Ол ұшы қиырысы жоқ, мысалы үшін. Енді мысалы үшін қарға байланысты мен өзім Фейсбукта сауалнама жүргізіп едім. Бір 60-тан астам сөз тапты қарға. Тек қана қарға. Бірақ бізде мысалы үшін 3 ай қыс болады, Енді жарайды, мынау арқа жақта 6 ай қыс болады. Бірақ біз аналар сияқты соншалық қардың ішінде отырған жоқпыз. Қайдан білеміз оны? Болмаса, жансызда қамыс үлкен, жандыда балық үлкен. Кит қайдан біліп отыр біздің қазақ? Біздің далада кит жүрмейді ғой. Демек, ол китті біздің қазақта көрген ғой, мұхитқа дейін барған. Кезіндегі біздің бабаларымыздан қалған бір естеліктер болу керек ол. Ол дәлелдеген қастан шыға береді. Біз өзіміз ұлт ретінде соншалық менсінбейміз. Өзімізді мүмкін көп жағдайда бағаламай жататын шығармыз, ал бірақ біздің ішімізде үлкен потенциал жатыр. Тек сол ұлтты өзіне сендіре білу керек. Өзінің сенде осындай арман мұраттар бар екенін насихаттау керек. Сол кезде әлі бізде талай қызық нәрсе шығады. Бірақ оған біздің негізіміз көп. Қазына мына жерде толып тұр. Жақында Тынышбек ағамыздың кітабы шығады, сол кезде мүлдем таңғаласыздар. Ақберен, қазір біз тағы да эфирден кетіп қаламыз, қайтадан қосыламыз. Осы сіз өзіңіз өшіріп отырған жоқсыз ба, қайта-қайта? Жоқ, болғаннан кейін тез өтіп жатыр уақыт. Сол сені кішкене мінекей қазір өшеміз. Ақберен қосылды ма екен? Ақберен бір жаққа қашып кетіп келе алмай жатқан шығар. Ал біздің құрметті оқырмандар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Енді осы 3-ші амалымызда сұрақтарыңыз болса айтыңыздар. Қолдарыңызды көтеріңіздер, өздеріңіздің түрлеріңізді көрсетіңіздер. Қолдарды көтерсеңіздер, біздер микрофонды қосамыз. Біздің қыздар, қашып кеткен қыздар, қайтадан оралыңыздар. Қашып кеткен қыздар қайда біздің? Ақберен ағамыз көрмейді ғой. Панарды қош. Қосылып, бәрі естіп отырады. Қайттан. Не включается? Фонарь. Ақберен қазір ол су ішуге кетті қазір. Ал енді сіздер не ой түйдіңіздер? Жақсы, сіздердің өздеріңіздің бір тілектеріңіз бар шығар. Мына мектептің ұстаздары қосылып отыр. Сіздерге үлкен рахмет. Мына енді Сарқан ауданы, енді сіздерменен біздер әркез тығыз байланыста боламыз енді. Сіздер бүгін қосылып отырсыздар. Бізде енді осындай көп шаралар өтеді. Солардың куәсі боласыздар. Оқырмандарыңызда қосып жүріңіздер. Өте қуаныштымыз. Сарқан ауданы. Біздің мына Нұрсұлтандан 78-ші мектептің ұстаздары отыр. Жаңа 37-ші мектептен отыр еді. Ол кісілер қашып кетті ғой деймін. Одан кейін біздің мына кітапханалар жүйесінен біздің сіздердің әріптестеріңіз отыр міне бәрі. Ал біздің Ақберен қайдасың? Әлде сенсіз өлең айтып билей берейік пе, Ақберен? Ақберен, биыл енді балалар мен жасөспірімдер жылы ғой енді, әдебиет жылы.
сол туралы біздің Ақберенге қоятын сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Ол енді біздің сұлу қала, әдемі қала, Алматының төрінде отыр ғой, осы жазушылар одағының осындай балалар бөлімінің басшысы ғой ол. Сондықтан қояр сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. 37-ші мектеп отырмыз деп жазып қойыпты. Ал отырсаңыздар өте қуаныштымыз. Сіздерден де бір сұрақ туындар. 37-ші мектеп, 78-ші мектеп. Елжан мырза, сіз бастан аяқ отырсыз, сұрағыңыз бар шығар. Иә, қазір бұйыртса қоям сұрақты. Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Сіз қалайсыз? Сіз біздің осы шараларға осылай қатысып жүрсіз ба, көріп жүрсіз ба? Әлде бүгін бірінші рет қосылдыңыз ба? Елжан мырза. Әрине қосылып жүрмін. Мен қазір жұмыстан шыққанмын. Ал енді біздің ағамыз келді. Ақберен келді. Ал енді Ақберен, жаңағы айтып жатқан дүниең жалғастыр енді. Мен кетем горизонттан. Ал, жігер. Не айтып жатты еді, ұмытып қалдық қой. Жаңағы қазақ тілінің байлығы, қазақ тілінің кемелділігі жөнінде айтып жатқанбыз. Иә, жаңа айтып жатыр едім, Тыныштықбектің жақында оны биыл кітап шығады. Сол кезде керемет ғаламат кеңістік ашылады сіздердің алдарыңызда. Құдай бұйыртса. Ол кісімен үнемі хабардамыз. Жаңа да маған хабарласып жатыр. Мен айттым, мына қолым босамай жатыр деп. Қол босамаған жақсы ғой деп жазып жіберіпті. Сіздерге сәлем айтып жатыр деп айтсам да болатын шығар, өйткені ол сәлемін аямайды ғой. Рахмет. Ал онда құрметті оқырмандар, ағамызға қоятын сұрақтарыңыз болса қойып қалсаңыздар. Бұндай кісі күнде кезіге бермейді, көкейіңізде жүрген сұрақтарыңызды қойып жақсы сұхбат жасасақ. Қанеке сұрақтарыңыз болса, жаңа 37-ші мектептен бір кісі қосылып сұрағым бар деп еді. Ал онда Ақберен, мына жақта тағы бір оқырман қойып отыр. Сіздің атыңыз ерекше екен. Соны кім қойды деген сұрақ қойып отыр. Ол туралы бірнеше толбар бар былай шыққанда. Біреу әкем қойған дейді, негізі атымды Зейнолла Қабдолов қойды деп естігенмін. Марқұм анам сөйтіп айтатын. Бірақ нақты енді ондай дәлел жоқ. Сол Зейнолла Қабдолов қойды деп еститінмін. Ол кісіні білесіздер ғой енді. Иә. Әуезовтің сүйікті шәкірті, қазақтың ұстазы, атақты сөз зергері ұстазымыз. Иә, мен Зейнолла Қабдолов ағамыздың көзін көргем, енді ол кісі ұмытып қалды, бірақ мен әкемді жақсы есіне сақтап қалды. Айтады, менің алдымда мыңдаған студент өткен, бірақ сенің әкеңді мен есімде деп, сөйтіп мен астына да бір аптадай ол кісіні алып жүрдім. Керемет кісі. Жарықты сондай болатын. Кейін мына Алматыдағы желтоқсан мен Бөгенбай қиылысындағы үйінде де болдым. Ауырып жатқанда бар көңілін сұрағанбыз. Ол кісілер де бір сондай сом адамдар еді ғой. Ал олай болса, ренжімесеңіз мен тағы сұрақ қоя берейін, өйткені оқырмандарымыз Иә. Мен сізге қоятын сұрағым көп, қазір таусылатын емес. Мынау ақын ретінде, адамның жан дүниесінің білгірі ретінде бүгінгі қоғамның рухани халін қалай бағалайсыз? Бүгінгі қоғамның ертеңгі болашағын қалай елестетесіз? Бұрынғы әдеби мұраларымыз бүгінгі адамзат сұранысын қаншалықты қанағаттандыра алады? Осы жөнінде айтып өтсеңіз. Енді мен адам жанынан керемет білгір емеспін біріншіден. Ондай кереметке әлі жеткен жоқпыз, жете аламыз ба енді оны? Бір Алла біледі. Айтпақшы, мен жаңа бір нәрсені қатесте қойыппын, сіздердің көздеріңіз су ішіп отырмын, кешірім сұраймын. Мен дәріс жүргеннен кейін ораза ұстаған жоқпын. Біреудің егер несіне тиіп кетсем, кешірім сұраймын алдынан.
Енді адам ешқашан өз заманына риза болмайды. Әсіресе ойлы адам ешқашан риза болмайды. Жастар бұзылған дейді, кәрілер қырт дейді, орта жастар ештеңе істемейді, қозғалмайды дейді. Бұл 19 ғасырда да болған әңгіме, 21 ғасырда да болады, 22 ғасырда да болады. Мен пессимист адамдардың, нигилист деп айтуға да болады. Адамдардың ұстанымын жек көремін. Мысалы, тіл құрып бара жатыр, қазақ құрып бара жатыр, жеріміз сатылып жатыр, Қытай жаулап жатыр деген білімсіздікпен айтатын, адамның жүрегіне сенімсіздік ұялатып жатырмын деген ой қалмайтын адамдардың сөздерін мен мүлдем қабылдамаймын. Егер тіл құрып бара жатыр, қазақтың тілі бітті деп сөйлей берсең, онда жас өскелең не ойлайды? Бұл тілді мен не үшін білемін онда? Маған не керек? Құрып бара жатқан тілде сөйлейтін маған не керек? Онда мен ағылшын тілін білейін, орыс тілін білейін деп шетелге көшейін деген ой туады да. Керісінше қазақ болған сән, қазақ болған мәртебе, мықты қазақ болайық, біздің жеріміз керемет, қазбайлыққа толып тұр, табиғатымыз да сұмдық, бұнда тұру да тұрмау да армада деген сияқты. Тіпті кішкентай өтірік болса да сондай нәрсе айту керек. Қазақ тілі жаңа айтып отырмыз ғой осында. Қазақ тілі бай, сен ол қазақ тілінің жаңағы бір жылқы туралы бәленбай сөзді білуің, сенің алдында бәленбай кеңістік ашады. Сенің мына миың басқаша жұмыс істейді. Миың жаттығады. Соған байланысты сен образды ойлай аласың. Образды ойлаған адам кез келген мәселені шеше алады. Бұл бірінен кейін бір сабақтаса беретін әңгіме. Сосын қай заманда болсын рухани дағдарыс қоғам болғаннан кейін болады ол. Мысалы үшін адам құдықтан шығу үшін құдықтың түбіне түсу керек. Солай емес? Плинтустан төмен түсіп, серіппелі қуатпен қайтадан көкке ұмтылу керек. Егер қазақ құрды, қазақ десе, онда бәріміз қырылып қалайық та, мына жерді бересілер білу. Ақы сондай сорлы екенбіз ғой. Әркім өзіне хабар береді жүр. Мен керісінше 21 ғасырда қазақтың алтын ғасыры басталады деп сенемін. Өйткені біз біріншіден қанымыз таза ұлтпыз. Одан кейін бізде бәрі мейірімге, басқа елдерден көбірек мейірімдірекпіз. Мейірімді болғаннан кейін Құдай біз көп нәрсені сақтап жүр. Көп нәрсе кесіммен қараймыз, аңғалмыз. Бізде арамдық жоқ жалпы өзі қазақта. Сол себептен Құдай біз жақсы көреді. Құдай жақсы көргеннен кейін біз қаншама зобалаңдардан аман есен сақтап алып келдік. Сондықтан мен қоғам андай, қоғам мындай деп өтірік күңіренгім келмейді. Бәрі жақсы емес, бірақ бәрі де жаман емес. Түзелеміз. Көш түзеледі, жайлап түзелеміз. Жақсы, рахмет. Енді болашақта қандай шығармашылық жоспарларыңыз бар? Сонымен бөлісіп өтсеңіз. Жоспарды айтсам тағы жалқаудың әңгімесі болады ғой. Жалқауда не жоспар болушы еді? Диванда жатып, Инстаграм көрген деген дүниеден рахат қой негізі. Әзілдеп отырмын. Мен бір циклды танымдық материалдар жазым келіп жүр қазір. Қазір біраз бағана әңгімеміз басында айтылған нелердің бәрі кішкене көкейден кетсін. Тірі адам тіршілігін жалғастырады деген түсінік көкейімізге қонсын. Сол кезде бір танымдық мақалалар жазым келіп жүр. Қазір оның нобайы бар. Былай айтқанда. Мен жалпы бір поэзиядан бөлек кітап шығарғым келеді. Енді жұмысшы атауы деп айтамыз ғой енді. Әзірге мынандай атауы жаратылыс құпиялары деп алайықшы енді. Мүмкін оның атауы басқаша болатын шығар. Мысалы, әуен қайдан пайда болды, музыка қайдан пайда болды деген. Дүние толғандырады ғой бәрі. Дыбыс жалпы қайдан пайда болды? Оның неге 7 нота, неге 8 нота емес, неге 6 емес?
әлемде мысалы үшін музыкаға деген халықтардың көзқарасы қандай? Қазақтың күйінің табиғаты неде? Неге домбыра мен скрипканы да басқасын бәрін ойнай беремін? Соның бәрін бір қызықтап өзім зерттеп жүретінмін қанша жыл, оқып әр нәрсе. Соны бір ақыр өзін оқыдым ғой, енді басқаларды білсін деген сияқты, соның бәрін жинақтап, қысқартып, сонда бір таныдық. Сосын бояу қайдан пайда болған? Неге біз қызыл жасыл деген түстерді ажырата аламыз? Ол неге олай? Жапырақ неге жасыл деген сияқты. Солай енді сондай бір таныдық. Сосын қазір тіл білгендерге көптеген ақпарат бар. Бізде қазақ тілінде көптеген ақпарат жоқ. Мысалы, кванттық сана деген, кванттық ой өрісі, кванттық психология, кванттық жаңа физикадан шыққан салалар ғой, мына әртүрлі. Сол қазаққа жетпей жатыр. Бізде орыс тілін білетін адамдарға ол жетілікті соның өзі кешіп жетеді. Өйткені батыс Еуропада ағылшын тілінде жасалған зерттеулер орыс тіліне аударғанша 10-15 жыл өтіп кетеді. Яғни орыс тілін білетін адам 10-15 жылдан кейін біле отырады. Ал 15 жылда аналар мүлдем басқа жаққа кетіп қалған. 60-70 жылдары мысалы үшін Америка құрама штаттарында философияға деген, әсіресе шығыс философиясына деген үлкен қызығушылық пайда болды. Сонда ғаламат кітаптар жазды. Мен соның бір шамасын оқыдым, орыс тілінде аударылған. Енді оны қазаққа жете қойған жоқ, шын айтқанда. Соның ішінде сығымдалған бір ой тұжырымдарды бір жазғым келеді. Енді қазақ соны оқыса, кішкене әлемге басқаша қараса, санасын сәл сергітіп сілкіп аса, бұрынғы киіздің арасына бір қоқымдар кіріп кететін еді ғой, солардың бір сілкіп алып, мынандай да дүние бар екен ғой деп білсе деген бір өзім ойым бар. Енді оны Құдай амандық берсе, бір осы жас жылда, бір жылда жазып шықсам ба деген ойым бар енді. Ал енді өлең жаңағы бағандағы айтқандағыдай келе қалса, жаңағы қалпаққа қондырып алып, құс сияқты қондырып алып жазып қоямыз. Жазылмаса өкпе жоқ, енді өзі біледі ғой, кісі өзі қашан келеді, өзі біледі. Отырып күтетін емес. Жақсы, рахмет. Ақынға тән тылсым өзіндік мінезбенен әзілге сүйеп, көңілімізді көтере, бір жағы терең ойға да батыра беріп отырған сұхбатыңызға ризамыз. Сұхбаттарымыз көңілімізді қалдырмай жауап беріп отырғаныңызға тағы да ризамыз. Артық кеткен айтты жерлеріміз болса, кемшіліктеріміз болса, кешіріммен қарайсыз деп ойлаймыз. Ақберен, негізі менің негізгі дайындаған сұрақтарым осымен қазірге тәмам. Оқырмандарымызда да енді қойсақ қойып қалар. Ақберен, мына жақта тағы бір сені тыңдап көріп отырғандардан мынандай сұрақ келіп түсті. Отбасы жайлы айтар ма екен деген. Отбасың жайлы сұрап жатыр. Отбасы жайлы не айтам? Бір-ақ қана әйелім бар, бір түйір әйелім бар. Екінші әйел туралы әңгіме айтуға қорқамын, өйткені кім таяқ жегісі келеді дейсің? Әзіл ғой енді. Бір әйелім бар, бір қызым бар, алтындай. Өзім де сол үйде тұрамын деген сияқты. Сол үшеуміз. Мынау бағанадан бері қайда қарап отыр демеңіздер. Мынау ұрпағым саған айтамын деген ең сүйікті кітабым мынау Жұмекен Әжімеден. Бұл 64 жылы шыққан болу керек. 61 жылдары жазылған өлеңдер кірген. Осы кітап шыққан кезде, кейін Қадыр Мырзалиевтің өзі ой романын жазған кезде осыны Жұмекен қалай оқиды деп жазған деп айтады дейді. Енді бір жерде тек қана поэзия оқытқан кезде осы кісілердің арасында есімдерін жаңғырта отырайық. Мен бір жақсы көретін өлеңі бар еді. Балауса деген кітабынан осының ішіне кірген 61 жылы жазылған Алматы деген өлеңі бар екен, керемет жақсы өлең. Соны рұқсат болса оқып берейін ба? Ой, керемет. Мынандай бір өлең жазыпты Жұмекен ағамыз. Мен жалпы ең сүйікті ақындарымның бірі, қазақтың ұлы ақыны. Осы айтпақшы жаңа айтып отырған әңгімемізге байланысты айтайын, осы Жұмекеннің өзінде қаншама қазына жатыр ішінде. Оқитын адамдар.
Жатыр жақпар, қарағайды аралайды желескен, жапырақтар сыбыр-сыбыр кеңескен. Таусулар таусылмады, сыңсып тұрып ағады, қыз толқындар бірін-бірі шымшып күліп барады. Айдылада ақбоз мінген Алатау бір ақ батыр, айналада талғайындар сапта тұр. Қызыл гүлдер үзілдімдер, баяула жел баяула, қызыл гүлдер, ұйқыда ма, ояу ма. Бар табиғат бір тіршілік баяғы, тарта дұрлап тамырдан нәр, шіркін шыбық баяғы. Тасын өз нұр шашады, бүгін дағы кешеде, бізді мынау Алматыда, күн жайлаған көшеде. Тас балқытқан талма түсте, балқимыз біз күнге ұқсап, қызуынан алма пісті, айқасқанда мың құшақ. Трамваймен жүре алмаймын, жаяулаймын, көп қызықты қапылысты алмайыншы өткізіп. Жұлдыз көрмей күндіз көрдім, күндіз көрем әрине, түнде көрсем үндемесем, түсім ғой деп бәріне. Жүз толқындар бірін-бірін тұншықтырып ағады, қыз толқындар бірін-бірі шымшып күліп барады. Міне біздің Алматы осы, Алматы өсі бұлтиып, Алматы өске жас бұтаның саусақтары тұртиып, жүрші жаным қыдырайық, не қыласын жалғызқап, Алатаудың ақ қарынан әперейін балмұздақ дейді. Қандай ғажап, қандай тамаша. Міне поэзия деген керемет. Міне Жұмекен Нәжімеден деген Нәжден біраз жастарымыз оқыңыздар. Міне нағыз ұлы ақын деген осы. Ғажап. Жұмекен мен де сүйікті ақыным бар. Ақберен, енді мынау. Әне, қазір тыңдайық. Жұмекенді бір тыңдайықшы. Ал. Жұмекенді менің ең сүйікті ақыным. Жұмекенді жастан оқып, өлеңдерін жатқа оқып жүремін. Содан бір өлең келтіре кетейін. Беу. Санаттың тұлпарша сілкінісі жараспай, біреулердің жүр бізде сыртынышы жараспай. Адалдықтар туралы таңдайынан май тамып, арамзалар айтады және ғажап айтады. Қазанаттың тұлпарша сілкінісі жараспай, біреулердің жүр бізде сыртынышы жараспай. Жомарттықтар туралы таңдайынан май тамып, тас сараңдар айтады және ғажап айтады. Жараспай-ақ келеді ау, бізде көбіс көп бірлік, қанжардағы топастық, қырғыштағы өткірлік. Қараңызшы өзіңіз, қонар ма еді ойғаса, бұлбұл құстың үні мен жапалақтар сайраса. Ой, бұл атақты өлең, От керемет болып жатыр, поэзия кешіне айналдырып жібердік біздің кездесуді. Осында болу керек. Ақберен, енді мынау біздің мына кітапханалар жүйесінде біздің басшымыз кешірім сұрап жаңа жұмыс бабымен кетіп қалды. Сол біздің басшының үлкен сәлемдемесін саған жолдап жатырмыз. Басында ол ой, бәрекелді, жақсы болды. Содан сол енді саған шығармашылық табыс тілейді, денсаулық. Енді мынау бірінші емес, бірнеше кездесудің куәсі болайық. Өзің көрдің, міне қаншама 50-ден 60-қа таяу мына жақта сенің неңді қарады, тыңдады. Бәріне жауап беруге тырыстың, қызықты әңгімемен сусындың. Сондықтан айналайын, өсе бер, өне бер. Мына біздің ұсынысымызды қабыл алғаныңа рахмет. Биыл мына әдебиет жылы, әдебиет жылынан да құр қалмайық. Осы әдебиет жылында да сендердің берерлерің көп болсын. Сенің өзің бір жақсы бір сюрпризің бар ғой дейміз. Сюрприз болғанда бір алып бара жатқан сюрприз емес. Мен енді осы кездесуді ұйымдастыруға сөйлескен кезде осы сіздердің кітапханалар жүйесіне бір болмаған балабақша кітабының бір 5 данасын сыйлайын деп уәде еткем. Соны осы оқырмандардың көзінше айтам. Жаңағы сіз кітапханаңыздың атауы қалай? Нұр-Сұлтан қаласы орталықтандырылған кітапханалар жүйесі. Жазып жіберем. Соған 5 кітабын беріп жіберем. Енді ол кітапты мен не үшін шығарғанына көзқарақты оқырман біледі. Содан түскен ақшаға мен бір жетім балаларға стипендия төлеймін деген ойым бар. Күзден бастап, Құдай бұйыртса. Қазір бір 50 баланың тізімі жасалып жатыр. Жетім балалардың енді университетте оқитыны бар, басқасы бар. Сондықтан мен бұл кітаптың әр данасы сатылып, оның ақшасы жетім балаға барған дұрыс еді, бірақ ол кітапты оқып та жігерленуге де болады. Ол кітапты оқып та болашаққа қарауға болады.
деген оймен сол 5 кітабымды сіздердің орталықтандырған кітапхана жүйесіне сыйлайын деп отырмын. Рахмет. Қабыл алыңыздар. Ал енді көрермендер, жүрек жарды тілектерің бәрін микрофонын өшіріп қойғанбыз. Бірақ олардың бәрінің тек қана саған тілейтіні сол бірінші денсаулық міне. Рамазан айында өзіміздің мұсылмандардың мерекесі. Дұға тілектердің бәрі қабыл болсын дейміз. Сен енді бүгін бір көріп қойған сәлі талай көреміз деген, талай сенің шығармашылығың жаңа өзің айтып жатсың, жалқаудың жаңа шығармашылығында не бар дегендей, сол бәрі сол жалқаудан шығады. Сол жалқаулар олар керемет болады. Сондықтан мен сені өз басым жақсы көрем, сыйлаймын. Рахмет. Сондықтан айналайын. Отбасыңменен тек қана шаңырағыңда бақыт болсын, қуаныш болсын. Рахмет апай. Ал Жігер, не дейсің ағаңа? Ағама алғысымнан басқа сөзім жоқ. Тек шығармашылық табыс тілеймін. Сіздер тек жаңағы өткен ағаларымыздың соңын жоқтатпай ат жағын тай басар деп сол кісілердің аңғыл жолын жаңғыртады деген үлкен үмітпен қараймыз. Бізде де сіздердің шығармашылығыңызды насихаттаудан жалықпаймыз. Сіздер үшін еңбек етеміз деп үміттенеміз өзімізде. Рахмет көп. Ал енді мынау бүгін керемет кездесу болды. Енді шын айтқанда арасына күн құрғатпаймын деп айтпай қоймын, бірақ аптасына бірнеше рет осындай зумға шақырады. Әртүрлі кітапхана болсын, бір оқу орындары шақырады, мектептер деген сияқты. Соның бәрін қатысуға тырысамын. Бұл жерде енді әлгі кім тізгін ұстайды, соған байланысты көрсетеді көп жағдайда. Жігер бауырыма көп рахмет. Сұрақтарым бір түйеден түскенде екен, жақсы. Маған осындай күрделі сұрақтар болса, мен ашыламын. Әлгі қанша жасыңыздан бастап өлең жаза бастадыңыз, алғашқы махаббатыңыз кім деген кезде қисайып қаламын. Өйткені ол әлгі суық айтпақшы, неге керек ол, неге керек дейді ғой. Бүгін өте өзіме бір қызықты болды. Мына уақыт қалай зыр етегенін білмей қалдық. Бүгін мен ауыз ашар берейін деп отырдым, соған да қазір асығып отырмын. Бір жағынан сіздерді қимай отырмын. Көп рахмет. Баршаңызды көргеніме қуаныштымын. Әр жерден міне кіріп отырмын. Сарқан деген бір керемет тылсым жер өзі. Сұмдық, сұлу жер. Біз мына Семей жақтың қазағы боламыз. Атамекенім сол Семей жақтан. Семейге кештетіп жету үшін таңғы 5-те Алматыдан шығасың. Сол 9-дардың шамасында Талдықорғаннан өтіп, Сарқаннан өткен кезде мына жағындағы көк таулар, әлгі самаурындардан көтерілген бір түтіндер, өріп жатқан мал, анау ғажап нәрсе. Бұл шамамен жұмақ сондай болу керек деп өзім топшыладым енді. Баяғыдан Жетісудан бір қазақ Меккеге барған кезде арабтар айтып отыр дейді. Осындай бір жасыл желек болады, мөлдір су ағып жатады, осындай керемет ғажап жер болады деп айтып отырса, мен сол жақта келдім ғой деп айтты дейді жаңағы Жетісудың қазағы. Сол сияқты міне Сарқаннан мына жерде біраз замандастар, бауырларым, қарындастарым отыр екен, жаңағы өлеңді оқып жатыр. Қарындасымен жаңағы бауырым көп рахмет, Алла разы болсын. Өте ризамын, жақсы бір сұхбат болды, өзімді бір ашылып, шерім тарқатып алдым. Көп жағдайда андай поэзия туралы, әдебиет туралы сұрақ қоймайды маған, осы шақырған кезде бір саясаткермен сұхбат жасап отқан сияқты болады. Оғанда енді сөйлеп бересің ғой, бірақ өзіңнің әдебиетің, өзің өлеңің туралы болған кезде бұл енді таң ұруға болады енді. Сондықтан Жігер бауырыма рахмет. Сағыныш апайыма рахмет, осыны ұйымдастырып жүрген. Арасында ұрысы болады, неге жауап бермейсің деп. Әйтсе бірімізді осы онлайн болмаса былай көрмеген адамыз. Әйтсе сырттай меншіктеп алған ұрысып сөйтіп жүреді енді осы. Аман болыңыз апай, әзілдеп отырмын. Бүкіл қазақ аман болсын, Алаш аман болсын, адамзат аман болсын. Мына індет тезірек кетсін бәрімізден. Әмин. Баяғыдағы жайма шуақ кезімізге қайтадан оралайық, бірімізді қадірлейік, бірімізді ойша болсын құшақтап жүрейік, бірімізді аялайық, ардақтайық. Міне қаншама азаматтар кетіп жатыр, әңгіменің басында айттық. Енді қалғанымыз аман қалайық, аман жүрейік. Баршамызға үлкен қарттық бұйырсын, дана қарттық бұйырсын.
Соның өмірлік тәжірибемізді мынау өскелең ұрпаққа беріп үлгеріп, әркім өз саласының үлкен майталманы болсын. Айта берсең тілек көп. Аман болақтан артық сөз жоқ. Аман ердің аты шығады дейді. Аман елдің аты шығады. Аман ел болар ең басы. Мына жерде тағы бір оқырманымыз сізге жеткізуді сондай сұранып жатыр. Сенің өлеңдеріңменен республикалық жарыстарға қатысып жүлделі орындар алыпты. Соны саған жеткізгім келіп тұр. Бәрекелді, жол ашық болып, барлық байқауларға қатыса берсін. Бірақ менен басқа да ақындар бар, менен де басқа мықты өлең жазатын қыз-жігіттер бар, оларды ұмытпасын. Мені насихаттап жүргенде рахмет. Сенің өлеңді ұнатқан ғой енді. Жалқаудың өлеңі тәтті болған ғой. Жалқау. Ал Ақберен, осымен де осындай жақсы нотада, жақсы осындай көңіл күйде осы сұхбатымыз осымен тәмам болсын, айналайын. Жақсы, аман болыңыздар. Жолың ашық болсын. Әумин, айтқаныңыз келсін. Жақсы, аман болыңыздар. Хабарласып тұрыңыздар. Іске сәт.